Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сәйкес IT құзыреттілігіңді жетілдір қалалық жобасы аясында жасанды интеллект құралдарымен білім беруді және жұмысты оңтайлы ұйымдастыру тақырыбында колледж педагогтері үшін қалалық оқыту семинары ұйымдастырылып өткізгелі отырмыз. Қазіргі цифрлық қоғамда педагог тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар ұйымдастырушы, сарапшы, талдаушы және цифрлық ортада жұмыс істей алатын маман болу қажет. Осы ретте жасанды интеллект құралдары уақытты үнемдеуге, құжат айналымын жеңілдетуге, сабақ мазмұнын байытуға және білім алушылармен жұмысты дараландыруға мүмкіндік береді. Ендеше бүгін бізде қонақта E-Data KZ компаниясының жасанды интеллект жобаларының менеджері Дария Нұрғажықызы бізде қонақта. Дария Нұрғажықызы, сөз кезегін өзіңізге береміз. Естіліп тұр? Рахмет. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Есімім Дария, E-Data KZ компаниясының жоба менеджері қызметін атқарамын. Сіздерге онда мен екі тілде жүргізгенім ыңғайлы болады ғой, иә? Жақсы, иә, екі тілде дұрыс болатын еді. Жақсы, түсіндім. Енді қысқаша біздің компания туралы айтып кетейін, одан кейін біздің продуктыларды таныстырып, жалпы жасанды интеллектпен қалай жұмыс істеуге болады және жасанды интеллект күнделікті сіздің рутинді жұмысыңызда қандай көмек атқаратындығын бүгін қысқаша демонстрация жасап көрсететін боламын. Добрый день, дорогие коллеги, меня зовут Дарья, я являюсь проект-менеджером компании E-Data KZ. Сегодня я вам продемонстрирую возможности искусственного интеллекта, которые вы можете использовать каждый день и автоматизировать ваши рутинные работы и получить возможность использования искусственного интеллекта как ваш помощник в ваших разных вопросах. Жалпы жасанды интеллект бұл қазіргі жаңағы 2026 жылғы ғана емес, жалпы соңғы жылдағыларға ең былайша айтқанда өзекті тақырыптардың бірі және жасанды интеллекттің бүкіл өміріміздегі барлық салаға кіргенін, қазір оның жаңа жасанды интеллектсіз былайша айтқанда көп жұмыстарымыздың жасалмайтындығын байқалып отырмыз. Барлық салаға толығымен жасанды интеллект кіріп жатыр. Сол негізде сіздер осы қазір мен көрсететін жасанды интеллектті өздеріңіздің жұмыстарыңызда тиімді қолдануға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы E-Data KZ компаниясы бұл жаңа жасанды интеллект құралдарын ендіру, жасанды интеллект құралдарын оқытумен айналысатын компания және әлемдік алпауыт компаниялар бар. Олар Google, Canva компаниялары және Wayground деп аталатын компаниялар бар. Сол компаниялардың Қазақстандағы ресми өкілі болып табылады. Және де IT компания ретінде де өзіміздің білім беру мекемелеріне арналған біз IT шешімдерімізді ұсынамыз. Онда мен ең алғашқы жаңағы көрсету платформасын ол Google Workspace for Education, яғни Google компаниясының білім беру мекемелеріне арналған құралдар жиынтығы бар. Ол Google Workspace for Education деп аталады. Жалпы оны сіздер жақсы танып білесіздер деп ойлаймын. Күнделікті сіздердің қолданып жүрген Gmail почтарыңыз, Drive жүйелеріңіз, жаңа басқа да жаңа қосымша құжаттарыңыздың барлығы осы Google системасының, яғни бұлтты жүйесінің ішінде қолдану мүмкіндігі бар. Дорогие коллеги, да, искусственный интеллект сейчас это актуальная тема, который внедрен во всех сферах, которые мы используем. И также искусственный интеллект вы можете использовать в вашем рутинном работе и облегчить вам задачу и получать разные ответы, отчеты, автоматизируя с помощью искусственного интеллекта. Сегодня я вам покажу про инструменты компании Google, Canva, Quizzes. Мы являемся их официальными партнерами. Как вы знаете, сама компания Google – это огромная компания, которая по всему миру имеет более 3 миллиардов пользователей. У них есть своя платформа, которая называется Google Workspace for Education. Эта платформа предназначена для образовательных сфер и имеет комплексные решения с инструментом искусственного интеллекта, как Gemini. Если позволите, я тогда начну демонстрацию. Если что-то не будет видно или непонятно, сразу можете задавать ваши вопросы, включать микрофоны. Я на связи.
Окей. Жақсы, мен онда сіздерге ең алғашқы жұмыс жалпы қалай басталатындығын көрсетейін. Ең алғашқы жұмыс ол бізде Google Workspace, жаңа For Education деп аталады, құралдар жиынтығына кіру керек. Ең алғашқы жұмыс сізде корпоративті аккаунт болады. Яғни, әрбір өңірдің өзінің атауына сәйкес корпоративті почтасы, жаңағы корпоративті аккаунты болады. Сол корпоративті аккаунтты сіз өзіңіздің Google Chrome, яғни Google жүйесінде авторизация жасайсыз. Авторизация жасағаннан кейін сізде бірден gmail.com деп аталатын жүйеге қосымша жаңағы gmail.com-ға ең бірінші кіру тетігі осы gmail.com-нан басталады. Gmail.com дегеніміз, яғни бұл жаңағы Google Workspace for Education-ның негізгі кіру тетігі, яғни почталық жүйесі болып табылады. Одан кейінгі кезекте мына жоғары жақта шахмат тәріздес иконка бар, соған өтетін болсақ, Google Workspace-тің, яғни Google бұлтты жүйесінің ішіне кіретін барлық құралдар жиынтығын қолдана аласыздар. Я оның ішінде Google Дискс бар, я құжат айналымын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін. Оның ішінде чаты бар, яғни сіздер қауіпсіз форматта өзіңіздің ақпаратыңызды хабарлама алмасуыңызды ұйымдастыра алатын. Одан кейін Google Meet'іміз бар, яғни қазіргі сіздермен ұйымдастырып отқан онлайн жаңағы шараларымыздың барлығын осы Google Meet'пен жүйелеп жасай аламыз. Одан кейін кезекте жаңа құжаттар айналымы, я кез келген Word, Excel, презентация форматындағы құжаттарыңызды осы бұлттың жүйенің ішінде жұмыс жасап, әріптестеріңізбен бөлісіп, яғни бұрынғы ескі форматтағы құжаттарды жүкте, флешкаға сақтау деген формат емес, бұлтты жүйенің негізінде тек корпоративті аккаунт негізінде жаңағы мамандарға қолжетімділік беріп, сіздер бұл құжатпен жұмыс істей аласыздар. Және де бұл жерде көрсетілген жаңа Google календар, Google Classroom, яғни өзіңіздің онлайн форматта сабақ жүргізу, яғни көптеген қосымша қарап отырсаңыздар жүйелер мүмкіндігі бар. Және де қосымша бұның ішінде бірден сол корпоративті аккаунт негізде сіздерге Canva Pro-ға, яғни Canva бұл дизайндық платформа, оны да қазір сіздерге көрсетіп айтатын боламын. Бұл жерде сіздерге жаңағы визуалды материалдар жасауға мүмкіндік болады. Және бірден осы жерде интеграция жасалған. Қосымша мен сіздерге енді бүгін жасанды интеллект тақырыбымыз жасанды интеллект болғандықтан, осы Google Workspace-ның ұсынып отырған жасанды интеллект құралдары бар. Ол Gemini және Notebook LM деп аталады. Осыған мен сіздерге толығырақ тоқталып, жасанды интеллект туралы жалпы айтып өткім келеді. Мінекей Gemini-ға өтейін. Получается, первоначальная работа по платформе, по работе с инструментами Google Canva у вас начинается с получения корпоративного аккаунта. Корпоративный аккаунт присваивается именно по соответствию названию вашего региона. Например, скажем, Алматы Еду.kz, там ВКО Еду.kz, Житсу Еду.kz. Да? В соответствии с вашим регионом вы получаете корпоративный аккаунт индивидуальный под ваше фамилия, имя, и в дальнейшем все инструменты, которые я буду вам демонстрировать, будут вам доступны в этом корпоративном аккаунте. Компания Google Workspace, компания Google имеет вот инструментов Google Workspace, и первоначальный вход у вас начинается с gmail.com авторизация, да? После входа на gmail.com вы можете получить доступ ко всем инструментам через, вот имеется здесь вверху иконочка в виде шахматного формата. Если вы туда переходите, вы сможете видеть все инструменты, которые входят в Google Workspace for Education. Тут есть Google Диск, да, для документооборота. Я думаю, вы уже пользуетесь и знаете, да. Google Почта, Google Чат, где вы можете организовать безопасный обмен сообщений, обмен документов через Google Чат, Google Meet, да, для проведения разных онлайн-форматов встречи. Очень удобно, не имеет ограничения во времени, вы можете одновременно включать до 100 человек. Здесь можно также работать с разными документами, как Word, Excel, можно в облачной системе в одном документе работать несколько человек, не имея, в облачной системе то, что хорошо, вам не нужно будет сохранять или хранить ваши документы где-то, скажем, непонятном инструменте. Если вы знаете свой логин-пароль, по этому логину-паролю все документы всегда будут с вами в любом устройстве.
Также Google календарь, Google Classroom, да, если вы видите, сейчас он имеет очень много функциональных инструментов, и также Google Workspace имеет инструменты искусственного интеллекта, как Gemini и Notebook LM. Сегодня, так как у нас тема искусственный интеллект, я более подробнее расскажу про искусственный интеллект, и также тут у вас имеет интеграция с Canva Pro, это Canva, визуальные материалы, платформа для создания дизайнерских работ, где вы можете создавать по готовым шаблонам. Чуть попозже я вам и про Canva тоже расскажу, покажу. Жақсы, онда мен бірінші жалпы осы жасанды интеллекттің тақырыбы болғандықтан жасанды интеллект Gemini туралы айтып кетейін. Google компаниясының Gemini деп аталатын жасанды интеллект құралы бар. Яғни жасанды интеллект деген кезде кейбір бізде енді жалпы түсінігімізде біз оған сұрақ береміз және сұрағымыздың жауабын аламыз деген түсінік қалыптасқан. Бірақ жасанды интеллекттің мүмкіндігі шектелмеген. Яғни жасанды интеллект көмегімен сіз құжаттармен, яғни күнделікті өзіңіздің рутинді жұмыстарыңызды автоматизациялау мүмкіндігі бар. Яғни жасанды интеллект сізге құжаттарды зерттеп, соның бойынша отчет, аналитика жасауға көмектеседі. Жасанды интеллекттің көмегімен сіз терең зерттеулер жасай аласыз. Жасанды интеллект көмегімен оқу процесін жүргізе аласыз. Жасанды интеллектпен түрлі стимулятор жасай аласыз. Жасанды интеллектпен визуалды материалдар, яғни сурет, видео, музыка сияқты түрлі жаңағы визуалды материалдарды жасау мүмкіндігі берілген. Қазіргі кезде, мысалы, мен сіздерге қарап отырсаңыздар, мен мінекей жасанды интеллект Gemini'ді аштым, және де инструменті бөліміне өткен кезде маған түрлі бағыттар беріліп тұр. Байқап отырсаңыздар, оқыту, обучение, сурет, канвас, терең зерттеу, депрессиоч, видео, музыка деген бағыттарын беріп отыр, иә. Осы кезекте мен кез келген бағытын таңдап сіздерге жұмыс атқаруыма болады. Мен қазір мысалы обучение форматын таңдағым келіп отыр. Және де бұл жерде жасанды интеллектке сіз тез жауап беретін, немесе жаңағы задачаңыз дейді ғой, тапсырмаңыз қиын болса, думающий, яғни ойланатын, немесе про нұсқасын таңдасаңыз болады. Про нұсқасы ол қиын кодтар немесе өте қиын жаңа математикалық тапсырмаларды орындауында көбіне проны қолдансаңыздар болады. Енді кезекте мен көбінде быстрыйды қолданам, яғни маған тез жауап беріп, тез жұмыс атқарсын. Сол негізде сіздер мысалы Gemini'дің 3 түрлі бағытын және оның қажетті инструментін таңдай аласыздар. Обучение форматы ол сізді түрлі бағытта сізді оқытуға көмектеседі. Мысалға, мен қазір ағылшын тілін үйреніп жүрмін деп, мысалы оған жаңағы былайша айтқанда сұраныс берсем болады. Сұраныс берген кезде ол маған сәйкесінше сол бағытыма сәйкес жаңағы ағылшын тілін үйретуге көмектеседі. Енді бұл жерде қазір колледж мамандары болып отырғандықтан мен өзім бір дайын промпт жасадым. Сол промпт негізінде жасалған жұмысымды көрсетейін. Сіздер енді промпт дегеніміз не? Жалпы жасанды интеллектке сұраныс жазу, оған бір сұрақ қою, ол промпт деп аталады. Сіз қаншалықты промптты дұрыс, сәйкесінше рөлін, бағытын, форматын дұрыс берсеңіз, соншалықты жасанды интеллект сізге керекті мәліметіңізді беріп отырады. Мінекей мен жаңағы жасанды интеллектке былай сұраныс бердім. Мінекей мен жаңа дайындап қойдым сіздерге де. Мысалы мен IT колледжі мұғалімімін, сол бойынша жұмыс жасаймын және бағдарламау бойынша сабақ жүргізетінімді айттым. Және мен бірінші курс студенттеріне сабақ беремін. Сол студенттерге бірінші күнгі үйрететін мысалы бағдарламаудың тарихын және HTML бойынша маған жаңағы негізгі бір тәжірибелік жұмыстарды көрсетіп берші дедім. Мінекей ол маған жаңағы амандасып, бағдарламау тарихы бойынша қысқаша жаңа құрылымын берді және 3 тақырыпты берді. Осы 3 тақырыптың қайсысын таңдайсыз, сол бойынша мен сізге ақпарат берейін деді. Мен бірінші тарихи деректер мен тұлғалар және HTML-дің алғашқы практикасы деген оған сұраныс бердім. Сол негізде қарап отырсаңыз, ол маған ақпаратын беріп отыр. Яғни оқыту автоматты бағытын беріп отыр. Бағдарламау тарихының негізгі белестері, яғни тарихын беріп отыр, ең алғашқы жұмыс қалай басталғандығын. Одан кейін HTML-дің алғашқы практикасы. Менің алғашқы парақшам деген мінекей дайын код жасап берді. Осы кодтың негізінде мен оқушыларыма жаңағы HTML-дің негізгі функцияларының, олардың қалай жұмыс істейтіндігін көрсетіп, және мысал ретінде осы жаңа кодты ала отырып, өзім қысқаша құжат
құжаттар жасасам болады. Сол сияқты обучение форматына, яғни мінекей инструменттердің ішінде обучениеға сіз өзіңіздің кез келген бағытыңызды берсеңіз болады. Сол негізде сізді оқытуға көмектеседі. Бұл енді мен бір негізін көрсетіп отырмын. Ендігі кезекте мысалы қазір сіздермен бірге бір терең зерттеу жасап көрейік, иә? Одан кейін қызықты жаңағы Canvas, басқа да инструменттерді көрсетемін. Терең зерттеу дегеніміз, яғни ол сізге, мысалы сіз қазір оқушыңызбен, студентіңізбен бір үлкен жобалық жұмыс жасап жатырсыз. Не болмаса бір жаңағы білмеймін, дипломдық жұмыс жазып жатуларыңыз мүмкін. Сол бағытта бұл сіздің тақырыбыңызға сәйкес материалдарды тауып және сол негізде көптеген жұмыстарды атқарып терең зерттеу жасап береді. Қазір сіздермен бірге мысалы енді бір тақырып берсеңіздер, сол байланысты жасанды интеллектпен терең зерттеу жасап көрсек қалай қарайсыздар? Әріптестер байланыста болса, маған айтсаңыздар. Әріптестер, кері байланысқа шығамыз. Иә, тақырып берсеңіздер. Өз пәндеріңізден бір тақырып беріңіздер. Иә. Жазира Мәңгелдиевна, сізді қарап отырмын. Даусыңыз Мына шықпайды. кісіге адрес жібересіз. Яке жаздыр. Мамандыққа сәйкес тақырып берейік па? Әлде кез келген тақырып. Онда бәрімізге WordSkills чемпионатын алайық. Қалай дейсіз? WordSkills чемпионатын алайық, барлығымызға таныс. Чемпионат туралы. Бұл осы туралы зерттеу жасасын деп айтайық па? Иә. Жақсы. WordSkills чемпионаты. Skills чемпионаты туралы зерттеу жасап берші дейін. Бұл тақырыпта не берсін бізге? Қандай ақпарат берсін? Шығу тарихы. Конкурс. Немесе Қазақстандағы қай жылдан бастап Қазақстан қатысады бұл чемпионатқа? Бұл өйткені Қазақстанның ақпарат көп беру мүмкін. Жақсы. Шығу тарихы Қазақстанның осы чемпионаттағы нәтижелері дейін, чемпионаттағы нәтижелері. Мінекей. Жақсы. Енді мінекей мен керек тақырыбымды жаздым. Оны deep research дегенді міндетті түрде қостым, яғни ол терең зерттеу жасайды. Одан кейін ақпаратты жіберсем, қазір ол зерттеуін бастайды және маған план құрып береді. Яғни осы жоспар бойынша мен зерттеуімді бастаймын дейді. Яғни зерттеуді бастаған мінекей ол маған планды, жоспарды беріп отыр. Мен бұл жоспарды өзгерте аламын. Не болмаса осы жоспармен енді мен келісіп тұрмын, маған ұнайды. Бастау батырмасын басып, ары қарай жаңағы жұмысты, енді бұл терең зерттеу болғандықтан бұған кем дегенде 2-ден 4 минут аралығы керек. Бұл әзірге зерттеуін жасай берсін. Мен сіздерге басқа жаңа жасанды интеллекттің функционалдарын көрсете берейін. Мінекей, қосымша қараңыздар, мен обучениені көрсеттім. Енді сіздерге Canvas деген құралын көрсеткім келіп отыр. Canvas бұл түрлі сіздерге құжаттар дайындауға мүмкіндік беретін құрал. Яғни Canvas-тың көмегімен сіздер кішігірім веб-страница, симулятор, презентация, инфографика, яғни кез келген осындай құжаттарды, электронды құжаттарды жасай аласыз. Сол негізде мысалы сіздерге мен дайын бір жасалған симуляторларымды көрсеткім келіп отыр. Мінекей әртүрлі тақырыпқа байланысты мен жасаған едім. Мысалы, мына жерде мен электрик, яғни VR симулятор электрик туралы жасадым. Қазір соның негізгі мен код ретінде көрсеттім. Қарасаңыздар, бұл жерде мен жай ғана промпт жаздым, яғни сен симуляторсың, осы жаңағы электр техникалармен қалай жұмыс істеу керек, оны жаңа қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету керек туралы маған қысқаша симулятор жасап бер деп мен осындай промпт бердім. Бұл промптты сіздер, егер өздеріңіз жазуға қиналсаңыздар, осы жасанды интеллект Gemini-ға мен мысалы электрик туралы жаңағы сабақ үйретіп жатырмын және соның қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша маған симулятор жасауға көмектес десеңіз, ол сізге осындай симуляторлар жасауға көмектеседі. Мысалға қарап отырсаңыздар, мына симулятор
симуляторымды жасадым. Енді бұл симулятормен мен қалай жұмыс жасайды? Мінекей, приступите к работе батырмасын басайын, және мінекей айтып тұр ол маған, жаңағы есіктің астынан ақ бу келіп жатыр дейді. Қазір сіздерге көрініп тұр ма екен, мына экранда ақ бу шығып жатқан, және біртүрлі иіс шығып жатыр дейді. Енді мен осы мына жаңағы енді қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өртті сөндіруім керек қой. Ona қалай жұмыс істеймін? Мен бірінші диэлектрлік перчатка киемін, яғни оны кимей мен шкафты аша алмаймын. Оны жаңа қауіпсіздік ережесі. Енді шкафты ашу батырмасын баштым. Шкаф ашылды. Енді мен жаңағы огнетушитель, өрт сөндіретінді қолданып, өртті сөндірдім. Яғни дұрыс жұмыс жасап жатырмын. Енді мен бір қандай да бір қателік жіберетін болсам, мына мультиметрмен мен қазір вольтын тексерейін дейді. Қазір задымление болып тұр, сіз тексере алмайсыз дейді. Мен напряжениясын тексерейін дейін. Мінекей, мынандай жаңаға мен әрбір жасаған симулятор басқан сайын ол маған мына жерде қандай жұмыс атқарылып жатқан журналын көрсетіп отыр. Енді мысалы мен қазір қауіпсіздікті сақтамай, мысалы диэлектрлік перчатканы кимей есікті жаптым. Опасность жаңағы нетті дейді, күшейді дейді. Мен мінекей жаңа перчатканы кимей есікті ашып едім, вы погибли дейді. Яғни мен жаңағы шкафты перчаткасы ұстаған едім, мен жаңағы былайша айтқанда қауіпсіздік ережесін сақтамай, жаңағы былайша айтқанда кері әсерін тигізетін нәрсе істеп отырмын. Сол сияқты сіздер мысалы кез келген пәндеріңіз бойынша осындай қызықты жаңағы симуляторлар жасап, өзіңіздің жұмыстарыңызды осындай жаңа студенттеріңізбен бірге жаңа қауіпсіздік ережесін қалай сақтауға болады, жаңағы қандай құралдарды қолдану керек осындай жағдай болған кезде дегенді осы симулятор негізінде былайша айтқанда тікелей көрсетіп жұмыс атқаруға болады. Мінекей, бұл жаңағы электрик бойынша. Сол бойынша мына жерде қосымша менде жаңа медициналық жұмыстар бойынша мінекей түрлі мониторлар жасадым, яғни кешіріңіздер, мен жасанды интеллектпен бірге жаңа медициналық көмек көрсету кезінде қандай жұмыстар атқарылу керектігін осы жерден бірден көріп отыруыма болады. Қазір енді мына осы сияқты түрлі симуляторларды сіздер жасанды интеллекттің көмегімен жасауларыңызға болады. Мына жерде менде тағы мына робот инженер туралы жасалған болатынмын. Соны да көрсетейін сіздерге. Мінекей жоғары деңгейлі робототехника, бұның қозғалысын жұмыс істегенді көрсетуге болады. Қазір мінекей. Мінекей менің роботым қозғалды. Яғни бұл жерде жаңа роботтың физикалық гравитациясын қалай жүргізу жұмыстарын көруге болады, қозғалтуға болады. Яғни мына жерде қарап отырсаңыздар, сосын сенсорлық деректерінде бұның қозғалыстарының қалай өзгеріп жатқандығын көріп отыруға болады. Осы сияқты түрлі енді симуляторлар жасауға болады. Қарап отырсаңыздар, енді ол сіздің тақырыбыңызға, бағытыңызға, пәніңізге сәйкес осындай қызықты симуляторларды жасанды интеллекттің канвасының көмегімен жасауға болады. Бұл жерде міндетті түрде сіздер жаңа канвас құрылғысын қоссаңыздар болады. Мінекей. Ендігі кезекте сіздерге мен визуалды жаңа сурет жасауды көрсеткім келіп отыр. Мына жерде сурет және музыка жасауға болады. Түрлі бағытта сіздер осы жерде кез келген бағыттағы бір жаңа стильді таңдап суреттер жасасаңыздар болады. Енді мен өзімнің дайын контентімді көрсете берейін. Қазір біз оқу сауаттылығын дамыту бойынша кітаптар жасап жатқанбыз. Сол кітаптарымызға осы мұқабаны жасанды интеллекттің көмегімен жасап отырмыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, мен Мұстафа Өзтүрік арналған кітаптың мұқабасын жасаған болатынмын. Осындай мұқаба жасап берді, бірақ бұл жердегі мысалы маған суреті ұнамады. Содан жасанды интеллектке Мұстафа Өзтүріктің өз суретін беріп, маған осы сурет
суреттегі жаңағы суретті ауыстырып орнына қойып бер деп едім, осындай керемет кітаптың мұқабасын жасап беріп отыр, иә. Жасанды интеллект сол негізгі оған промптты, бағытын дұрыс берсеңіз, осындай керемет суреттерді, керемет жаңағы фотоларды жасауға сіздерге толығымен жасанды интеллект жұмыс жасап беріп көрсете алады. Қазір менде кішкене жүктелу ұзақтау болып тұр. Мінекей. Және сурет жасаған кезде көбінде кейбір элементтерді толық жаңағы қазақ тілінде шығару үшін сіздер кейде суретті ағылшынша жазып берсеңіздер болады. Оны қалай істейсіздер? Яғни промптты қазақ тілінде немесе орыс тілінде жазып, соны ағылшыншаға аударып берсеңіздер, сіздерге жасанды интеллект сонда сурет жағынан кішкене жақсырақ шығарып береді. Себебі кейбір қазақша сөздерді сурет жасаған кезде немесе видео жасаған кезде жасанды интеллект түсінбей қалуы мүмкін. Сол бағытта осындай мысалы керемет суреттерді жасанды интеллекттің көмегімен жасауға болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, көптеген кітаптардың мұқабасын біз осы жасанды интеллекттің көмегімен жасап отырмыз. Сол негізде мына жерде Джембот деген бар. Кешіріңіз, Дарья ханым, Яғни кешіріңіз, тыңдап бір тұрмын. минут. Мен қазір әріптестерге айта кетейін. Егер уақыт бітіп қалған жағдайда жаңа ссылкамен қайта қосылсаңыздар болады. Қоятын сұрақтарыңыз бар, және сол менде көрсетіп тұр, уақыт аз қалды деп. Біраздан кейін сразу Жақсы. ссылкамен қосыла аласыздар. Айта Иә, беріңіз. мен қазір қазақша, содан кейін орысша түсіндірем, иә. Қайта Қосымша қосыламыз. түсінбей қалып жатқан мамандарға. Айта беріңіз. Жақсы. Бұл жерде Джембот деген құрал бар. Яғни Джембот дегеніміз, сіз өзіңіздің жасанды интеллектіңізді құрып, сол жасанды интеллект сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге көмектеседі. Мысалға, көбінде жаңа білім беру мекемелерінде заңгер, жаңа профориентолог немесе жаңа түрлі бағыт бойынша сұрақтарға жауап беретін мамандар аз болады, иә. Мысалға, мінекей сіздерге дайын джемботтарды береді, соларды қолдансаңыз болады, немесе өзіңізге қажетті джемботты құрып алсаңыз болады. Мысалға, міне бізде ТЖБ физика тексерушісі деген джембот құрдық. Яғни физика пәнінің маманы өзінің ТЖБ-ларын тексеретін джембот құрып қойды, және соған джемботқа өзінің ТЖБ жұмыстарын беріп, соны сияқты тексертіп отыр. Сол негізде мысалы біз өзімізге мысалы заңгер деген бір джемботты құрудың жолын көрсетейін сіздерге. Яғни заң бойынша сіздерге сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Оны қалай істейміз? Мына жерде создать деген батырма бар. Осы жерге промпттың жаңағы атын берейік. Біздің мысалы заңгер. Оның қандай жұмыс атқару керектігін берейік. Мысалы Қазақстан Республикасының білім жүйесіне негізделген заңға сәйкес сұрақтарға жауап беріп отырсын дейін. Бұл жерде толығырақ жазсаңыз болады. Оған инструкция берем. Mesela Қазақстан Республикасының заңдар сайты деп мен мысалы Әділет.kz заңының жаңа сайтын берейін, иә. Яғни біздің Қазақстан Республикасының барлық заңдары осы Әділет.kz порталының ішінен алуға болады. Соған мысалы сайтты бердім. Яғни бұл заңгер боты маған сұрақтарыма жауап берген кезде осы заңның, осы сайттағы заңның негізіне сүйене отырып жауап береді. Мінекей мен сақтадым. Енді осы заңгерге бір ситуациялық сұрақ беріп көрейік. Мысалы сіздерде мекемелеріңізде заңға байланысты қандай сұрақтар болады? Соған жауап алып көрсек қалай қарайсыздар? Дорогие коллеги, мы сейчас вот создали Джембот как юрист. Мы можем дать ему сейчас ситуационный вопрос, именно касающийся в области закона. Давайте попробуем дать ему какую-то задачу, чтобы он решил, ответил нам на этот вопрос. Сондай бір жағдаяттық сұрақтарыңыз болса, қойып көрсек заңгерге. Артистер, мен естіліп... Я так поняла, что мы туда вбили концепцию, да, образования. Да, вопросы по концепции, да, будем вбивать.
Нет, я здесь создала именно по закону РК, как Не юристу, поняла, чтобы он мне концепция помогал в образования. вопросах, именно в юридических вопросах. Давайте попробуем дать ваш запрос, чтобы этот Джамбол именно помогал мне по юридическим вопросам. Какие цели, может быть, преследует концепция образования? Типа. Окей. Какие? Еще раз, какие Какие цели преследует концепция образования? цели? Да, ну, цели, да, критерии. Концепция. Концепция, еще раз, образовать. Мгм. Не слышно вас? Концепция образования РК. Правильно вы пишете, спасибо. Все, все. Ну, правильно, РК. спасибо. Ага, давайте попробуем. Ага, давайте, пока он не ответит, я посмотрю, что с моим deep research. Вот мен deep research жіберген болатын WordSkill International, бірақ ол маған орысша берген екен. Қазақша бер деп айтайын, иә? Қазақша ақпарат бер. Қазақша жасап бер дейін. Мінекей. Жаңағы заңгерім. Вот, он мне ответил, согласно постановлению правительства РК 941, да, концепция развития образования Республики Казахстана на 22-26 годы преследует следующие ключевые цели. Повышение глобальной конкурентоспособности, формирование гармонично развитой личности, сокращение разрыва в качестве образования, цифровизация, технологические обновления, да, вот повышение статуса педагога, интеграция с рынком труда, вот для колледжа ТИПО, подготовка кадров под конкурентные нужды экономики, внедрение дуального обучения, переход на 12-летнее обучение. Такие цели он мне указал. Указал мне 7 целей, и важный документ — это постановление правительства РК 941. Великолепно. То, что мы знаем. Да, хорошо ответил. Да-да-да. Спасибо ему. Отлично. Вот в таком формате вы можете создавать себе джембот и указать ему источник, откуда он должен брать. Например, я здесь указала Адлет Заңы, да, указала законы РК. Таким образом, вы можете создавать себе джемботы в разных темах, разных отраслях, и он будет помогать отвечать вам на вопросы. Отлично, это вот Джембот, Gemini. Теперь давайте посмотрим наш Deep Research. Вот я вот ранее показывала вам инструмент Deep Research, который помогает делать глубокое изучение в разных темах. Это особенно будет полезным в сфере, где вы делаете какие-то проектные работы или дипломные работы, или изучаете, или исследуете, да? В этом формате именно Deep Research поможет вам изучать все области и рассмотрит разные информации, которые находятся в базе интернета. Вот, например, WordSkills, халықаралық қозғалысы және Қазақстан. Тарихы жетістіктері, WordSkills қозғалысының шығу тарихын көрсетіп отыр маған, иә? Қазақстанның WordSkills қозғалысындағы интеграция сол 2014 жылдың 17 маусымда басталған екен. Ұлттық оператор, кәсіпқорлар холдингі дейді. Қазақстанның халықаралық чемпионаттағы нәтижелері дейді. Тұрақты түрде өнер көрсетіп жатыр екен, иә, Қазақстан. Мінекей, қарап отырсаңыздар, WordSkills туралы толық ақпарат, Қазақстан қай орында, қашан, қандай жүлде алғандығын. 23 жылы біз бір күміс, бір қола алған екенбіз, ең үздік нәтижелері. Және 2024 жылы біз 13-ші орынмен тамамданған екенбіз. Мінекей. Яғни толық ақпаратты берді, және алған ақпаратының көздерін маған бірден осылай тауып беріп отыр. Сіз мысалы егер интернеттің өзінен іздейтін болсаңыз, осы барлық көзден ақпаратты іздеп жинап отыратын едіңіз. Ал Deep Research сізге дайын барлық осы сайттарды зерттеп, қажетті ақпаратыңызды берді.
В чем плюс, да, Deep Research? Он помогает вам изучать все материалы, которые находятся в, скажем, базе интернета, собирает и делает вам готовый, скажем, документ, который вы можете использовать. И с помощью этого документа вы можете здесь создавать веб-страницы, инфографики, тесты, карточки, аудиопересказы. В таком формате вы можете создавать нужные вам материалы. Мгм. Это вот инструмент Deep Research. Давайте чуть-чуть немножко сделаем интересный вариант. Давайте создадим музыку, послушаем музыку, как думаете, да? Здесь у нас также имеется создание музыки. Это недавняя возможность Gemini. Вот буквально недели 3-4 назад только он появился, и с помощью этой возможности вы можете создавать разные музыки. Қазақша да, орысша да түрлі осындай керемет музыкалар